Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім, сіздермен Гүлзада. Бүгін сіздермен осындай керемет кәуаптың рецебімен бөліскім келді, қалай жасайтынын. Өте дәмді болады. Қазір көктем мезгілі. Көктемде осылай мал сойдық. Жаңадан сойылған малдың бауыры, іш майын және төс етін қолданатын боламыз. Бауырды турап, ұзынша етіп, тоз бұрышын, қызыл бұрышын салып, лезде дайындай саламыз. Сіздерге көрсеткем қыстың күні үйде пеште дайындаған болатымыз. Енді қазір көктем мезгілі, мал сойған кезде сыртта осылай жолдасым тез дайындай салған ұнатады. Іш майды сәл желге кептіріп алсаңыздар, жақсы орылатын болады. Құрметті менің көрермендерім, сіздерге алғысым шексіз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, менің каналымның өркендеуіне үлес қосқандарыңыз үшін. Осылай барлығын орап аласыздар. Өте жылдам пісетін болады. Тез дайындалады. Енді шашлығыңызды дайын отыңызға қойып пісіріп аламыз. Екі жағын қызартып. Кәуабымыз дайын болды. Бетіне пиязын турап, уксуспен. Өте дәмді болады. Барлықтарыңыз ас болсын. Дайындап, әзірлеп көруге кеңес беремін. Келесі бізде төс етті тураған сүріп үлгермедім. Төс етпен де дәмді болады, майымен, етімен. Болғанда тоз бұрыш, қызыл бұрышын салып, араластырып, лезде пісіреміз. Осылай шоққа пісіріп аламыз. Бір моментте екі түрлі шашлықты дайындайтын болдық. Төс етпен де өте дәмді болады. Осы видеоның астына керекті барлық құрамдарды жазып қоятын боламын. Төстен жасалған кәуабымыз дайын болды. Осылай қып-қызыл болып піседі. Барлықтарыңыз ас болсын.